Assalomualaikum. Mercedes Sprinter грузовой. Bu da 2'de 9 tur TDI. Бұған механический аппарат салған екен. Бірақ оталмай қойған дейді. Бұны оталтыру үшін негізі поршындарын ауыстыру керек ішіндегі. Бұл TDI-дің поршыны камер зігіріне үлкен ғой. И форсунка тура келмейді. Негізі істеуге болады бұны. Енді бірақ привозной мотор саламыз бұған. Бізде 2 привозной мотор бар. Соның біреуін саламыз. Қазір мына мотор шығарып, ананы салып, май суын құйып оталдырамыз. Моторды сап қойдық уже. Почти полностью дайын. Тек мына жерде кілтпен өшіретін клапан дұрыстап жалғау керек. И головкадан шығатын шланганы жалғау керек. Уже мотор полностью оталып тұр. Қазір мыналарын дұрыстап алайық. Кейін бір оталдырып көрсетемін. Полностью жинап болдық. Тек мына жерде сапун шлангасы қалды жалғанынан. Так полностью болды. Бір оталдырып жібересіз ма? Дауысын естейік. Болды, дайын.